Сәлеметсіздер ме қыздар, сіздермен бірге шебер Гүлназ. Бұл марафонымызда біз осындай әдемі сүйкімді қонжық тоқитын боламыз. Қонжығымыздың бойы 28 сантиметр. Және ескерте кететін жағдай, ол әр адамның өзінің таңдаған жібіне және де тоқуына байланысты. Кейбір қыздар болады, қатты тығыз тоқиды, немесе бос тоқиды. Соған байланысты қонжықтарыңыздың да көлемі әртүрлі болуы мүмкін. Менің қонжығымның бойы 28 сантиметр болды. Осылай менімен бірге әдемі қонжықтарыңызды тоқып, фото, видео отчеттарын маған жіберіңіздер, немесе өздеріңіздің инстаграм парақшаларыңызда бөліссеңіздер болады. Барлықтарыңызға сәттілік. Осындай әдемі қонжықты тоқып, балаларыңызды қуантыңыздар. Аюымызды тоқу үшін бізге 2 моток жіп керек болады. 2 моток жіптің бірақ барлығын қолданбаймыз. 1 моток жіп және 2 мотоктан кішкене ғана қолданылады. Менде Гималая жібі, бұл жерде 100 граммда 120 метр жіп бар. Крючоктың номері 3,5 және 4 деген номерлі крючокта қолданамыз. 3,5 немесе 4 қыздар. Бірақ одан үлкен крючокпен тоқуға кеңес бермеймін, себебі ойыншықтарыңыздың арасы тесік-тесік болып ашылып қалады. Сонымен қатар түйрегіш. Менде мынандай түйрегіш, егер де бұндай таппасаңыздар, үйдегі өздеріңіздің қолданып жүрген кәдімгі түйрегіштеріңізді ала берсеңіздер болады. Бұл бізде әр қатардың жаңадан басталған кезде белгілеп отыру үшін. Себебі плюшевый пряжада тез шатасып қалуларыңыз мүмкін басталған жерінен. Одан кейін менде счетчик мынандай. Жаңа қатарда осылай жаңадан бір қатардан қосып отыру үшін. Бұл да шатасып қалмас үшін бізге. Сонымен қатар көз керек болады. Менде мынандай укреплениемен көзі. Арт жағында қараңыздар, ойыншықтың сыртынан қойылады және іш жағынан былай артынан наны кигізіп қоямыз. Егер де бұндай көз таба алмасаңыздар, простой көз ала берулеріңізге болады. Оны ойыншыққа супер клеймен жабыстырасыздар. Ал енді ойыншығымыздың басын тоқимыз. Алдымен 2 воздушный петля тоқимыз. Біреу және екеу. Екеу тоқыдық, қараңыздар. Крючоктан кейінгі, мына екіншісіне 6 столбик без накида тоқимыз. Біреу, екі, бес, 6. 6 столбик без накида тоқыдық. Бұл бізде бірінші қатар болып саналады. Осы 6 столбик. Енді екінші қатарда біз прибавка жасаймыз. Әр қайсына 2 столбик без накида тоқимыз әр петлямызға, қыздар. Бірінші петлямызға. Біреу, екеу. Бірден белгі сап қоямыз. Мынау екіншіміз, алдыңғы тұрғанымыз бірінші. Бірінші петляға былай түйрегішімізді кигізіп қоямыз. Екеу тоқыдық. Үшеу, тура осы жерге қайтадан төртіншісін. Прибавка жасап жатырмыз төртіншісі. Одан кейінгі тұрған петлямызға тағы да екеу тоқимыз. Осылай айналдырып 6 петляға біз 12 столбик без накида тоқимыз. 2-2-ден прибавка жасап. Және соңғыға екеу тоқимыз. Біз 2 қатарымызды тоқып болдық. Енді үшінші қатарда 1 столбик без накида және прибавка. Соны біз 6 рет қайталаймыз. Ең бірінші тұрғанға 1 столбик без накида тоқимыз.
Одан кейін келесі петлямызға прибавка жасаймыз. Столбик без накида, прибавка. Прибавкада біз бір петляға 2 столбик без накида тоқып жатырмыз. Прибавка жасадық. Столбик без накида, прибавка. Осылай айналдырып, столбик без накида және прибавканы 6 рет тоқимыз. Үшінші қатарды тоқып болдық. Ең соңғы петляға бізде прибавка жасалады. Сонда бізде бұл қатарда 18 столбик без накида тоқылды. Енді төртінші қатарда 2 столбик без накида және прибавка жасаймыз. Біреу және екіншісі. Келесі петлямызға прибавка жасаймыз. Біреу, екеу. 2 столбик без накида тоқимыз. Келесі петлямызға прибавка жасаймыз. Яғни 2 столбик без накиданы бір петляға тоқыдық. Столбик без накида, біреу, екеу, келесіне прибавка. Осылай айналдырып, 2 столбик без накида және прибавкаға бұлайнан жүрек ұшымызге дейін айналдырып тоқып келеміз. Төртінші қатарымызды тоқып болдық. Төртінші қатарда бізде жалпы саны 24 столбик без накида тоқылу керек. Енді бесінші қатарда 3 столбик без накида және прибавка тоқимыз. Біреу, екеу, үшеу. Бос тоқымаймыз қыздар. Егер бос тоқсаңыздар, кейін уақыт өте келе арасы ашылып кетеді. Үшеу тоқыдық. Енді прибавка жасаймыз. Бір петляға 2 столбик без накида тоқимыз. Одан кейін қайтадан 3 столбик без накида. Прибавка. Да, 3 столбик без накида. Осылай түйрегішке дейін 3 столбик без накида және прибавка. Айналдырып тоқып шығамыз. Бесінші қатарда 30 столбик без накида тоқылады жалпы саны. Бесінші қатарда жалпы саны 30 столбик без накида тоқыдық. Алтыншы қатарымызда 4 столбик без накида және прибавка. Солай айналдырып тоқимыз. Сол кезде бізде алтыншы қатарымызда 36 столбик без накида тоқылады жалпы саны. Біреу, екеу, үшеу, төртеу тоқыдық. Келесі петлямызға прибавка жасаймыз. Біреу, екеу. 4 столбик без накида тоқимыз қайтадан. Біреу, екі, 3, 4. Прибавка. Осылай қатардың соңына дейін 4 столбик без накида және прибавка деп айналдырып тоқып шығамыз. Алтыншы қатарымызды тоқып болдық. Жетінші қатарда 5 столбик без накида және прибавка жасаймыз. Алтыншы қатарымызды тоқып болдық. Енді жетінші қатарда 5 столбик без накида, прибавка. Столбик без накидадан 5 тоқимыз, және прибавкада 2 столбик без накида тоқимыз. Біреу, екеу, 4, 5. 5 тоқыдық. Енді бір петлямызға 2 столбик без накида тоқимыз. Бір, тура сол жерге қайтадан екіншісін. Бұл бізде прибавка.
Қайтадан 5 столбик без накида тоқимыз. Одан кейін прибавка жасаймыз. Осылай жүрегішімізге дейін айналдырып 5 столбик без накида прибавка жасап тоқып шығамыз 7-ші қатарда. 7-ші қатарда бізде жалпы саны 42 столбик без накида тоқылады. 7-ші қатарды аяқтадық, жалпы саны 42 столбик без накида тоқыдық. 8-ші қатарымызда 6 столбик без накида прибавка. Солай тоқылады. 6 столбик без накида прибавка, 6 столбик без накида прибавка жасап 8-ші қатарды тоқимыз. Сонда бізде 8-ші қатарда жалпы саны 48 столбик без накида тоқылады. 8-ші қатарды өз бетімізбен тоқимыз. 8-ші қатарымызды тоқып болдық. Жалпы саны 48 столбик без накида тоқылды. Қыздар, санап қарап отырыңыздар. Артық немесе кем болып, басты дұрыс шықпай қалмасын. Енді 9-шы, 14-ші қатарды, яғни 6 қатарды біз еш өзгеріссіз осылай 48 столбик без накида тоқимыз. 9-14-ші қатар аралығын 48 столбик без накида тоқимыз, еш өзгеріссіз. 14-ші қатарымды тоқып болдым. Мен басы бұлай домалақтанып келе жатыр. Енді 15-ші қатардан бастап убавка жасаймыз, яғни азайтамыз. Петля санын азайтамыз. Қазір бізде 48 болып тұр. 15-ші қатарда бізде 42 болып азаяды. Яғни 6 столбик без накидан бізде азаяды. Ол үшін біз 6 столбик без накида тоқимыз және убавка жасаймыз. Бір, 4, 5, 6. 6 столбик без накида тоқыдық. Енді убавка жасаймыз. Қараңыздар, убавка жасағанда бізде 1 және 2. 2 петляны біріктіру. Біріншісінен былайдан. Полный 2. Қараңыздар, мынаның 2 өрім сияқты, 2 несі бар. 2 жібі бар. Соның 1 жібінен ғана аламыз. 1 петляны. Тура ортасынан 1 жібін ғана алдық. Одан кейін артында тұрған петляның да осылайынан 1 жібін ғана аламыз. 2 петлядан өткізіп алдық. Бірінші және екінші. Екеуінің астынан бұлай жұмыс жібімізді алып шығамыз да осылай тоқимыз. Енді қайтадан 6 столбик без накида тоқимыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Енді бірінші столбик без накида, бірінші петлядан алдық. Полный емес, жарты столбиктан ғана алдық. Мен қараңыздар. Передний петлядан ғана алдық. Одан кейін артқы тұрған петляның да передний петлясынан аламыз. Яғни алды жағында тұрған екеуінің астынан өткіземіз. Осылай 2 петлямызды біреуге біріктірдік. Енді тағы да алтау тоқимыз. 2, 3, 4, 5, алтау тоқыдық. Енді одан кейінгі тұрған 2 петлямызды біреуге біріктіреміз. Алдық. Арт жағында тұрғаннан да өткізіп аламыз. Убавка бізде осылай жасалады. Міне соңына дейін осылай 6 столбик без накида, убавка, 6 столбик без накида, убавка деп біз 42 столбик без накидаға дейін қысқартамыз. 15-ші қатарды тоқыдым. Тоқып болдым. Енді 16-ші қатарда. Біз 16-ші қатарда 5 столбик без накида, убавка деп тоқимыз. 5 тоқимыз столбик без накидадан. Одан кейін убавка жасаймыз. 1, 2, 3, 4, 5 столбик без накида тоқыдық. Енді убавка жасаймыз.
Қараңыздар қыздар, мен сіздерге жақындатып тұрып көрсетіп жатырмын. Бірінші және екінші петляларымыз тұр, иә. Соның біріншісінің және екіншісінің передний петляларынан екеуінен де өткіземіз. Жұмыс жібімізді алып шығып, осылай тоқимыз. Бұл бізде убавка. Одан кейін қайтадан 5 тоқимыз. Осылай қысқарту. Енді видео тым ұзақ болмасын, қараңыздар қыздар. Осылай біз 16-шы қатарда 5 столбик без накида убавка жасадық. 17-ші қатарда 4 столбик без накида убавка жасаймыз. 18-ші қатарда 3 столбик без накида убавка. 19-ші қатарда 2 столбик без накида убавка. Солай әр қатар сайын біз қысқартып отырамыз. Жаңа біз көбейткен болатымыз, иә? 1 столбик без накида прибавка, 2 столбик без накида прибавка деп. Дәл солайнан енді қысқартамыз. 5 столбик без накида прибавка. Қазір осы біздің 16-шы қатарда. Сонда бізде общий 36 петля болады. 17-ші қатарда 4 столбик без накида убавка. Солай 6 рет қайталап тоққанда бізде қысқарған кезде 30 петля болады жалпы саны. 18-ші қатарда 3 столбик без накида убавка. Соны 6 рет қайталап тоқимыз не бойынша. Сол кезде бізде 24 петля болып қысқарады. 19-ші қатарымызда 2 столбик без накида убавка. Толық қатар бойынша айналдырып тоқып шығамыз. 2 столбик без накида убавка деп. Сол кезде 19-ші қатарымызда 18 столбик без накида болады. Солай біз басын тоқып боламыз. Ар жағында қалған. Мысалы бізде 18 болып қалады ғой. Соны дене жағына жалғаймыз. Толық тоқып аяқтап доп-домалақ қып бітіріп тастамаңыздар. 18 столбик без накидамен тоқтаймыз 19-шы қатарда. Ары қарай 16-шы қатарды өздеріңіз аяқтайсыздар. 17-ші, 18-ші, 19-шы қатарды өз беттеріңізбен тоқисыздар. Басын 19 қатар тоқып болдық. Соңғы убавкамен аяқталды бізде. Жібімізді 30 сантиметрдей қиып аламыз да, осы жерден былай шығарып қоямыз. Біздің басымыз дайын. Келесі кезекте денесін тоқитын боламыз. Денесін тоқу үшін басын бастағандай крючогымызбен 2 воздушный петля тоқып аламыз. Біреу. Екеу тоқыдым. Крючоктан кейінгі тұрған екіншісіне 6 столбик без накида тоқимыз. Бес және соңғы 6-шысы. Алтау тоқыдық. Бірінші қатарымыз. Бірінші қатарымызда 6 столбик без накида. Екінші қатарымызда прибавка жасаймыз. 12 столбик без накида тоқимыз. Әр петлямызға 2 столбик без накида тоқимыз. Біріншісі. Осылай екінші қатарда 12 столбик без накида тоқимыз жалпы саны. Үшеу. Төртеу. Алтау. 9, 10, 11,
12. Екінші қатарда 12 столбик без накида тоқыдық. Үшінші қатарда 1 столбик без накида прибавка жасаймыз. Толық солай айналдырып тоқып шығамыз. 1 столбик без накида прибавка, 1 столбик без накида прибавка деп. Сонда бізде үшінші қатарда 18 петля болады толық. Төртінші қатарымызда 2 столбик без накида прибавка деп тоқимыз. Толық айналдырып, сол кезде 24 столбик без накида. Бесінші қатарда 3 столбик без накида прибавка. Толық солай айналдырып тоқып шығамыз. Алтыншы қатарда 4 столбик без накида прибавка. Жетінші қатарда 5 столбик без накида прибавка. Тура солайнан қайталап, мысалы 5 столбик без накида прибавка, 5 прибавка, 5 прибавка деп тоқимыз. Сол кезде бізде жетінші қатарда жалпы саны 42 столбик без накида шығады. Одан кейін арғарай тоқылу жолын көрсетемін. Қазір дәл басын біз қалай үлкейтсек, денесінде солай үлкейтетін боламыз. Үшінші, төртінші, бесінші, алтыншы, жетінші қатарларды өз беттеріңізбен тоқисыздар. Қазір үшінші қатарымызда 1 столбик без накида прибавка. Осыны 6 рет қайталап тоқисыздар. Төртінші қатарда 2 столбик без накида прибавка. 6 рет қайталап тоқисыздар. Бесінші қатарда 3 столбик без накида прибавка. 6 рет қайталап тоқимыз. Алтыншы қатарда 4 столбик без накида прибавка. 6 рет қайталап тоқимыз. Жетінші қатарда 5 столбик без накида прибавка. Осыны 6 рет қайталап тоқимыз. Сол кезде 42 столбик без накида тоқылады жалпы саны жетінші қатарда. Сол қатарға дейін өз бетімізше тоқимыз. Жетінші қатарды тоқып болдық. Жалпы саны 42 столбик без накида тоқылды. Енді 8-ші қатарда 6 столбик без накида прибавка. 9-ші қатарымызда 7 столбик без накида прибавка деп тоқимыз. Қазір 8-ші қатарда жалпы саны 48 столбик без накида тоқылады. 9-ші қатарда 54 столбик без накида тоқылады жалпы саны. 6 столбик без накида тоқимыз, прибавка жасаймыз. 8-ші қатарымыз бұл біздің. Үш, төрт, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Енді прибавка жасаймыз. Біреу, тура сол петлямызға екіншісін тоқимыз. 2, 6 столбик без накида тоқимыз. 4, 5, 6. Прибавка жасаймыз. Осылай 8-ші қатарымызда 6 столбик без накида прибавкамен тоқимыз. 9-ші қатарымызда 7 столбик без накида прибавкамен тоқимыз. Енді қыздар қараңыздар. 10-шы, 11, 12, 13, 4 қатарда еш өзгеріссіз 54 столбик без накида тоқимыз. Осылай 8-ші қатарда аяқтаймыз. 9-ші қатарда да прибавкамен. 10-ші қатар мен 13-ші қатарлар еш өзгеріссіз 54 столбик без накида тоқимыз. Яғни 4 қатарды 10, 11, 12, 13, 4 қатарда еш өзгеріссіз 54 столбик без накида тоқимыз. 13 қатар тоқыдым. Енді 14-ші қатарда бастап бізде убавка басталады. 14-ші қатарда 7 столбик без накида убавка жасаймыз. 7 столбик без накида убавка. Біреу, 2, 3, 4, 5, 6, 7 столбик без накида тоқылды. Енді убавка жасаймыз. Бірінші және екінші петляның алдыңғы полустолбиктарынан аламыз. Бірінші петляның полустолбигі, екінші петляның полустолбик болғанда передний петлясы.
сол екеуінен аламыз, біріктірдік екеуін. Бір столбик без накида алды. Енді одан кейінгі келесі тұрғанға тоқимыз. 1, 2, 3, 4, 5, 7. Жетіншісін тоқыдық. Енді 8-ші және 9-шы петляларды убавка жасаймыз. 8-шісі және 9-шысы. Қайтадан 7 столбик без накида тоқимыз. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 столбик без накида тоқыдық. Енді 8-ші, 9-шы петляны убавка жасаймыз. 8-шісі, оның артында тұрған 9-шысы убавка жасадық. Осылай 7 столбик без накида убавка жасап 14-ші қатарды тоқимыз. Сол кезде бізде 17-ші қатарда жалпы саны 48 столбик без накида тоқылады. Осылай айналдырып убавка жасап тоқып шығамыз. 7-ші қатарымызды тоқыдық. 7-ші қатарда жалпы саны 48 столбик без накида болды. Убавкамен. 14-ші қатарымызда. Енді 15-ші қатарымызда біз еш өзгеріссіз осылай 48 столбик без накида тоқимыз. Убавка, прибавка ештеңке жасамаймыз. Тура осыны қайталап 48 столбик без накида тоқып шығамыз. 15-ші қатарда. 15-ші қатарымызда еш өзгеріссіз 48 столбик без накида тоқып шықтық. 16-ші қатарда убавка жасаймыз. 5 столбик без накида, 6 столбик без накида убавка. 6 столбик без накида убавка деп 16-шы қатарымызды тоқып шығамыз. Сол кезде бізде жалпы саны 42 столбик без накида тоқылады. 6 тоқимыз. 6 тоқимыз, 7-ші, 8-шісін убавка жасаймыз. 1, 2, 5, 6. 6 тоқыдық. 7-шісін және 8-шісін убавка жасаймыз. Қайтадан 6 тоқимыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 тоқыдық. 7-шісін, 8-шісін убавка жасаймыз. Қайтадан 6 тоқимыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7-шісін, 8-шісін убавка жасаймыз. Біріктіріп тоқимыз яғни. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7-шісін және 8-шісін біріктіріп тоқимыз. Қайтадан 1, 2, 3, 4, 5, 6. Міне осылай қатардың соңына дейін
алтау убавка жасап тоқып шығамыз. Міне қатардың соңынан да келіп қалдық. Бұл бізде 16-шы қатарымыз. 16-шы қатарды осылай тоқып болғаннан кейін 17-ші қатарды еш өзгеріссіз 42 столбик без накида тоқимыз. 17-ші қатарымызда. Қазір 16-ші қатарды осылай убавка жасап аяқтаймыз. Не алтау, одан кейін убавка, алтау убавка, ең соңғы екеуінде убавка болады, бізде. Егер тура дәл тоқып атқан болсаңыздар. Одан кейін келесі 17-ші қатарда 42 столбик без накида еш өзгеріссіз тоқимыз. 18-ші қатарда қайтадан убавка жасаймыз. 17-ші қатарымызда 42 столбик без накида тоқыдық, еш өзгеріссіз. Енді 18-ші қатарда 5 столбик без накида убавка жасаймыз. 5 столбик без накида убавка жасаймыз. Сонда бізде 18-ші қатарымызда 36, жалпы саны 36 столбик без накида тоқылады. 18-ші қатарда. 19-ші қатарда еш өзгеріссіз 36 столбик без накиданы қайталап тоқимыз. Убавка жасамаймыз. Қазір 18-ші қатарда 5 столбик без накида убавка жасап тоқитын болсақ, одан кейінгі 19-ші қатарымызда еш өзгеріссіз 36 столбик без накида тоқимыз, қыздар. 19-ші қатарды тоқып болдық. 36 столбик без накида тоқылды 19-ші қатарда. Енді 20-ші қатарда 4 столбик без накида убавка жасаймыз. 4 столбик без накида убавка. 20-ші қатарда убавка жасаймыз. 4 столбик без накида убавка деп. 21-ші қатарда еш өзгеріссіз 30 столбик без накиданы еш өзгеріссіз тоқимыз. Байқасаңыздар, қыздар, біз бір қатарында убавка жасап жатырмыз, екінші қатарында еш өзгеріссіз тура соны қайталап тоқып жатырмыз. Яғни убавка, келесі қатарда еш өзгеріссіз тоқып жатырмыз. Қазірде 20-ші қатарда 4 столбик без накида убавка жасап тоқып шығамыз. 21-ші қатарда еш өзгеріссіз 30 столбик без накида айналдырып тоқып шығамыз. Қазір 20-ші қатарда біз убавка жасаймыз. 1, 2, 3, 4. Төртеу тоқыдық, убавка жасаймыз. 5-ші және 6-шы. 5-ші, 6-шы петляны біріктіреміз. 4 столбик без накида тоқимыз. 1, 2, 3, 4, 5-ші және 6-шы петляларымыздың біреуін ғана аламыз, қараңыздар. Басын тоққанда, денесін тоққанда уже біз убавка жасадық, түсінген шығарсыздар. Біздің бірінші және екінші петлямыз тұр. Бізде петлямыз айқасқан былай өрім сияқты болып тұр, бірінші передний несі бар, петлясы бар, потом передний стенкасы мен задний стенкасы бар. Осы тек қана передний стенкасына тоқып жатырмыз убавка жасаған кезде. Міне біреуін және екіншісін артындағын аламыз да, осы екеуін біріктіреміз. Қайтадан төртеу тоқимыз. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Енді убавка жасаймыз. 5-шісін және 6-шысын біріктіреміз. Қайтадан 1, 2, 3, 4. Убавка жасаймыз. 5-ші петляны, 6-шы петляны, передний стенкаларын біріктіреміз. Осылай айналдырып убавка жасаймыз. 4 столбик без накида убавка, 4 столбик без накида убавка жасап.
20 қатарда. 21 қатарда, осы қатар, бізде мына қатарымызда, 20 қатарда 30 столбик без накида тоқылады жалпы саны. 21 қатарда еш өзгеріссіз айналдырып, қайтадан 30 столбик без накида тоқимыз. 22 қатарға келдік. 22 қатарда убавка жасаймыз. 3 столбик без накида, убавка. 3 столбик без накида, убавка деп 22 қатарымызды убавка жасап тоқып шығамыз. 22 қатарды 22-23 қатарымызда еш өзгеріссіз 24 столбик без накида болады бізде. Қазір 22 қатар тоққан кезде убавка жасап, жалпы саны 24 столбик без накида тоқылады. 23 қатарда сол 24 столбик без накиданы еш өзгеріссіз айналдырып тоқып шығамыз. Қазір 22 қатарымызда бірінші біз убавка жасап аламыз. 22 қатарда 1 2 3 столбик без накида тоқыдық, убавка жасаймыз. 4-шісін және 5-шісін убавка жасап біріктіреміз. 1 2 3 4-шісін 5-шісін убавка жасап біріктіреміз. 1 2 3 4 5 убавка. 1 2 3 4 5 убавка. 1 2 3 4 5 убавка. 22 қатарымызды тоқып болдық. Жалпы саны 24 столбик без накида тоқылды. Енді 23 қатарда еш өзгеріссіз осыны айналдырып тоқып шығамыз. Убавка, прибавка жасамаймыз. Еш өзгеріссіз 24 столбик без накида тоқимыз. 24 қатарға келдік. 24 қатарда убавка жасаймыз. 2 столбик без накида, убавка. 2 столбик без накида, убавка тоқимыз. Сол кезде бізде 24 қатарымызда жалпы саны 18 столбик без накида тоқылады. Сонымен біздің қатарымыз аяқталады. 24 қатармен 18 столбик без накида тоқимыз жалпы саны. 1 үшіншісін, төртіншісін убавка жасап біріктіреміз. 1 2 3 4 убавка. 1 2 3 4 убавка. 2 3 4 убавка болады. 1 2 үшіншісі, төртіншісі бізде убавка. 1 2 үшіншісі, төртіншісі убавка. Сонда бізде
18 столбик без накида тоқылды. Жібіміз кішкене ұзынырақ шығарып аламыз. 30 сантиметрде қалдырып қиып аламыз. Біз бұл видеода денесін, аюымыздың денесін және басын тоқыдық. Келесі видеода аяғын, қолын және құлақтарын тоқитын боламыз. Денесін және басын және денелерін толтыра берсеңіздер болады. Синтепонмен немесе холофайбермен толтырып қойыңыздар, бірақ әлі бұлай біріктіріп тоқып тастамаңыздар. Оны келесі видеода біріктіретін боламыз. Аяқ қолдарын, құлағын барлығын тоқып алғаннан кейін барып, барлық дене бөлшектерін біріктіріп тоқимыз. Ал қыздар, осы видео бойынша аюымыздың басын және денесін тоқыңыздар. Мен сіздермен қоштаспаймын, тек келесі видео салынғанға дейін аман және сау болыңыздар қыздар. Барлықтарыңызға көп рахмет.